Бүгін сіздерге жалқаудың ісі бітпес деген әңгімені оқып бергім келіп отыр. Аузына тарыдай жұп-жұмыр дән тістеген сыйдам қара құмырсқа інінің жер астына түсетін сыртқы тесігіне қарай дедектеп келе жатыр еді. Жол жағасындағы алақандай тақырдан үлкендігі сұқ саусақтың тырнағындай асқабақтың тұқымын көрді. Тоқтады да тұқымға барып о жақ бұ жағына шығып барлады. Содан кейін аузындағы дәнді жолдың жиегіне қойды да асқабақ тұқымын көтермек болып еді, сопақша тұқым сырғақтап арқалауға ырық бермеді. Сонда да құмырсқа тастап кетпеді. Тұқымды шыр айнала қарап шықты, аударып төңкерді, қозғап ырғап көтеріп көрді. Бір кезде оңтайына жата қалды да жылжытып сүйрелей жөнелді. Сол әдіспен тоқтай демалып сырғыта берді. Бір кезде жеңіл әйнек қанаттың әлсіз сытыры естілді. Тоқтап қараса, жол жағасындағы мысық құйрық ақбас шөптің сидам сабағының басына қонған инелік екен. Елбіректей шөптің қанатын желпіп тұр. Сонша әуреге түскенің не? Бәрібір көтер алмайсың. Әліңді білсең етті, дейді мүсіркеген ниетпен. Жоқ, тапқан дәнімді жарты жолға тастап кетпеймін, дейді белі қылдырақтай құмырсқа құлшынып. Андағы тұқым өзіңнен 3 есе үлкен ғой, қалай арқалайсың? Ерінбеген мұратына жетеді, оған мен төземін, жалқаудың ғана ісі бітпейді. Күні бойы әуреленетін шығарсың. Мейлі, мен қолға алған жұмысымды тындырмай тоқтамаймын. Құмырсқа тынбай қыбырлап жүр, тұқымға мықшия жармасып, жылжыту үшін құшарлана тырмысады. Бірақ жалықпайды. Ақыры асқабақтың тұқымын сүйрелей жылжытып, інінің аузына жеткізді. Содан кейін жолдың жиегіне қойып кеткен дәнін алып келу үшін қайта зымырады. Әңгімеде құмырсқаның бойындағы қандай қасиеттер туралы айтылған? Жалқаулықты қалай жеңуге болады? Құмырсқаның мақсатына жетуіне қандай құндылықтар мен қасиеттер себепші болды? Адамдар адал еңбек ету арқылы қандай игіліктерге қол жеткізеді? Бүгінгі әңгімеміз ұнаған болса, пікір қалдырып, лүпіл баса отырыңыздар. Арнаға жазуды ұмытпаңыздар.